Ойыңыздан көрініп тұру керек. Төле бидің есі шығып тұру керек. Сонда ғана сіз Төле бидің ұрпағым деп айта аласыз. Ал құр мен Төле бидің ұрпағымын деп өзінің бойындағы жоқ қасиетті бабаның шапанының етегіне тығылуға болмайды. Әр адам сөйте керек. Алла тағаланың 99 көркем есімі бойынан көрініп тұрған кезде ғана шын мәнінде Төле бидің ұрпағы деп айтуға, мақтанып айтуға, аузын толтырып айтуға болады деп ойлаймын. Сонда мына енді бұл әңгіме өте көп, бірақ әңгіменің басы бұл. Сонда осы кешегі бабаларымыз салып өткен сара жол, Мағжан айтады ғой, жабайыдан жайтақтық жол қалғанда қанды ор болып ақын ізі қалады. Төле билердің жолы ол қазылып кеткен жол. Әлгі Бұқар Жырау айтады ғой, қазылған жолдар көмілмес дейді. Ол қандай жол? Ол адамшылықтың, ардың жолы, иманның жолы, дүниеге сатылмаудың жолы. Дүниеге айтады ғой, Шәкәрім айтады ғой, өлтірсе де көзбе көз иманын сатып алмас бөз дейді. Міне, біздің негізгі діннің негізгі қағидасы осы екен. Адамдарды дүние үшін иманын сатпауға үйрету. Міне сол жолда осы еңбек етіп жүрген адамдардың, осы мешіт салған адамдардың, имам болған адамдардың ісі жемісті болсын. Неге? Оның игілігін ертең бүкіл қазақ көретін болады. Қазіргі кезде біз ұтылып отырсақ, осы дүние үшін сатылып жатқан адамдардан біз ұтылып отырмыз. Бізге қазір дүниеге сатылмайтын адамдар тәрбиелеп шығатын саф таза осындай мешіттер керек. Құтты болсын.